Достар, бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз Станислав Саламұлы Черчесов ұлттық құраманың бас бапкерлігінен босатылды, және де ұлттық құраманың алдағы уақытта кім бас бапкері болады? Нұрсұлтан Құрманмен дәл осы тұста сұхбат жүргіздік, яғни футбол федерациясының президентінің кеңесшісі дәл қазіргі таңда қандай жұмыстар жүргізіліп жатқанын, және де өзіміздің осы орынға үміткерлердің барлығын айттық. Осы подкастты соңына дейін көріңіздер, және де жауапты алатын боласыздар. Және Черчесовтың кеткен жаңалығымен бірге жаңа бас бапкер тағайындалады деген жаңалық болды. Черчесов біздің ұлттық құрамамен, жалпы біздің медиа комьюнитимен де, жанкүйерлермен де бір қарым-қатынас істей алмаған сияқты. Әли Әлиев бар, Нұрдәулетов бар, Жұмасқалиев бар деп бәрі айтып жатыр ғой. Енді осы жұмаға дейін соның біреуі болуы мүмкін. Біздің ұлттық құрама даже ортан қол құрамаларға қарсы от себя ойнай алмайды. Сәлем достар, сіздермен Әлем Лайв және де оның жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы, және бүгінгі біздің студиямыздың қонағы дәл осы біздің жаңа арнамызда Әлем Лайвта алғашқы рет келуімен Дидар Исемов, Спорт Плюс Қазақстан телеарнасының комментаторы. Дидар, қош келдің студиямызға. Рахмет, Әлеке, рахмет шақырғаныңа. Өте қуаныштымын. Бүгін енді бірден осы екеуміз жиналдық. Басқа да әріптестеріміз енді қатар түсіріп жатыр, өздерінің ойларын білдіріп жатыр. Біз екеуміз жеке отырып, бір өзіміз отырып шай ішейікші деген форматта болсын. Дәл осы бүгінгі жаңалықты жалпы енді өздеріңіз білесіздер, Дидардың біздің Қазақстан ұлттық құрамасының бұрынғы бас бапкерінің фанат екенін тырнақшаның ішінде өте жақсы көрді. Әрбір жетістіктеріне екінші матчтан бастап хейтит етті. Қуанды кәдімгідей, және енді Дидардың да бұл жерде жеңісі деп айтайық. Дидармен бірге енді қазақ футбол жанкүйерлерінде жеңісі құтты болсын, Дидар. Бүгін енді жаңалық келді. Жалпы неде ғой, әлеуметтік желінің бәрінде әйтеуір қуанышты жаңалық, ойбай, жеті шелпек тарататындар да шықты. Неше түрлі әзілдер, мем бәрі болды бүгін. Станислав Саламұлы Черчесов Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкерлік орнын босатты деген ақпарат тарады. Бұл туралы енді біздің ағамыз Ермұхамед Мәулен осыдан бір ай бұрында айтқан еді. Ол кезде ешкім сенген жоқ, себебі мынау Қазақстан футбол федерациясының жаңа президенті Марат Омаровта бір кездестік, барлығы дұрыс, өз орнында қалады деді. Және де бүгін осындай ақпарат шықты. Оны бірден КФФ-тің жаңағы ресми сайттары, әлеуметтік желілер болсын растады. Және де осы Черчесовтың өзінің сұхбат шықты Спорт Экспресске. Біз Москвада Сайын Хамитжановпен кездестік, сол жерде сөйлестік, және де осындай шешімге келдік деген. Жалпы өзің естіген кезде дәл осы жаңалықта қандай сезімде болдың? Ұлттық құрамамыздың дәл осы керемет жейдесін жеңіп алғыңыз келе ме? Олай болса біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, және де көптеп комментарий жазыңыздар, және осы керемет жейдені, біздің ұлттық құрамамыздың түпнұсқа жейдесін жеңіп алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сәттілік, достар. Енді мен үшін де бұл бір түсінікті жайт болды. Мен негізі сол жалпы алдында Әділет Назарбайұлы Барменқұлов президенттігінен кетті ғой. КФФ-та жаңа басшы болады дегеннен бері мен өз ойым, жалпы болжам сондай болған. Енді жаңа басшылық келгенде Черчесов өз орнын босатады деген. Мені шын айтсам, сол қашан қаңтардың 7-сі күні ғой деймін, сол ақпарат шықты. Біз келісім шартты бұзбаймыз, жұмыс істейміз деген сол ақпарат қатты таңғалдырды мені сол кезде. Өйткені мен күткем сол жиыннан кейін ары қарай сол біз басқа бапкер іздейміз деген бір ақпарат тарата ма, қоштастық деген бола ма деп ойлағам. Бірақ осы бір 20 күннің ішінде әйтеуір неше түрлі жаңағы орын ауыстырулар болды. Төңкерістер болып жатыр, кәдімгі федерацияда жаңа басшы келгеннен барлық позициялар, по крайней мере, руководящий позициялардың бәрі ауысты. Бүгін басты жаңалық болғаны тағы Руслан Балтиев, Ғани Қайназаровтың орнына келді. Ғани Қайназаровтың жаңа департамент, ұлттық құрама департаментінің басшысы болып тағайындалды. Менің естуім бойынша енді бірнеше өсек естідім деп айтайыншы. Солардың арасында бір емес, бірнеше адам айтып қалды. Негізі бүгін сол жаңалықпен бірге тағы және Черчесовтың кеткен жаңалығымен бірге
жаңа бас бапкер тағайындалады деген жаңалық болды, және ол жаңа бас бапкердің есімін де біліп жүрді деген ақпарат болды. Бірақ соңғы кезде анау опубликовать деп басатын кезде бәрі өзгеріп кетті деп айтады. Білмеймін, енді оны жаңа бапкер туралы сөйлесеміз ғой. Енді оны айтамыз алдағы уақытта. Дәл осы өзің қуандың жалпы? Енді қатты қуанған жоқ мен негізі. Бірақ енді сол ғой, жақсы болды. Жай бүйтіп дедің ба? Ес дедің ба? Сауболович дедік қой. Привет, енді Сауболович дедің ба? дедік, өйткені енді Черчесов біздің ұлттық құрамамен, жалпы біздің медиа комьюнитимен де, жанкүйерлермен де бір қарым-қатынас істей алмаған сияқты. Көп қате жіберді, өз жұмыс бабынан да қатесі кетті, жаңағы медиа жағынан да қате өте көп болды, бірнеше скандал болды. Негізі менің есімде жоқ осындай бір ұлттық құраманың бапкері, бір қайта резонанс тудыра беретін. Және өзің дұрыс айтып отырсың. Мен қазақта жақсы сөз бар ғой, пісімләсін дұрыс емес бастады деген. Үйге оң аяқпен кірмейді деген неше түрлі ырымдар бар ғой. Сол аяқпен кірді кәдімгідей, немесе есікті теуіп кірді, көптеген сөздер болды, және де өзің айттың скандалдар да болды деп. Және бұл алғашқы енді дау өзіміз жақсы білетіндей біздің ағамыз, әріптесіміз Нұрсұлтан Құрманмен болды. Тіл мәселесі жөнінде біраз әңгіме болды, және де қазір енді көптеген осы журналистер, біздің әріптесіміз Әлімжан да дәл сол Нұрсұлтан Құрманның инстаграмда постының астына жазып жіберді, жақсы кеңес бердіңіз деп. Білеміз, Нұрсұлтан Құрман қазір Қазақстан футбол федерациясының президентінің кеңесшісі. Жақсы кеңес бердіңіз дегенде осыған байланысты, яғни Станислав Саламонды жұмыстан жібергеніне. Енді бізде қазір мүмкіндік бар Нұрекеңмен сөйлесуге. Нұрекеңе қазір хабарласайық. Жалпы көкейде сұрақ болса, мен қазір қоймай қалған қояйық, осы көрермендерге де жеткізейік. Жалпы енді федерацияның адамымен дәл осыда сөйлесіп, қазір жалпы қалай бұл шешімге келгенін, жалпы осы туралы сөйлесіп көрейік қазір. Міне қазір хабарласайық. Бірнеше сұрақтар қойып, көбісін растап алса болады деп ойлаймын. Нұреке, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Сізге көптеген адамдар қоңырау шалып, мазаңыз алып жатқан шығар енді мына бүгінгі жаңалықтан кейін. Әрине, оның заңдылық қой. Және біз барлығына бірдей жауап беруге дайынбыз. Барлығына қажетті ақпараттар береміз. Соның бірі біз болып отырмыз енді мынау көрермендерімізге, біздің де оқырмандарымызға осы бір өзіңізден бір естісек дегендей. Жаңалықты естідік бәріміз. Станислав Саламұлы Черчесов жұмыстан кетті. Жалпы басында осы қаңтар айының бас жағында ақпарат болған еді, қала ұлттық құрамада келіссөзді жүргізілді президентпен дегендей. Не өзгерді? Және бұл осы жақында 1-2 күнде жасалынған шешім бе, әлде осы жаңа президент өз орнына келгеннен кейін бірден осы жұмысты күнтізбеге бірінші қойған бе еді? Күнтізбеге бірінші қойған еді. Олға дейін шыққан ақпараттар ресми әлеуметтік желілерден, ресми желілерден шықпаған болатын. Ол журналистердің, блогерлердің, инсайдерлердің ақпараты болды. Жай ғана ол жерде Қазақстан футбол федерациясы әзірге ондай ресми ақпарат жоқ екенін жариялаған болатын. Бірақ әрине жаңа президент Марат Талғатұлы Омаров бұл мәселені басты назарда ұстады. Әрине барлық пазл жинақталды бұл жерде. Бірінші кезекте білесіздер, федерациядан жоғары бізде органдар ол жақпен де міндетті түрде кеңесіледі. Ол жақтың да келісім алынады. Одан бөлек білесіздер, Марат мырзаның, Омаров мырзаның енді 17 ақпан журналистермен баспасөз мәслихаты болды. Ол жерде футбол дамыту бағдарламасы бар. Соны жариялайды, айтады, хабардар етеді. Сол бағытта енді екі тарап бір-біріне сәйкес келмейді. Одан кейін ұлттық құраманың сол өткен циклдағы сәтсіз ойыны әрине, және жанкүйерлердің талабы, жанкүйерлердің пікірі, олардан да назардан тыс қалдырмауымыз керек. Сондай-ақ журналистердің де бүгін ақпарат шыққаннан кейін өздеріңіз көргендей көңіл күйді. Сонда барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді екінші мәселе, бұл жерде жалпы кездесу болып айтылды. Енді бір ғана заңнамалық жалғасы қалды. Ол әрине өздеріңіз білетіндей, бұл талап етілген бапкер тарапынан қаржылай өтемақы.
иә өте маңызды әрине. Беру болды, басқа мәселе шешілді. Енді бұйыртса осы аптаның жұмасына дейін Қазақстан футбол федерациясы жаңа Қазақстан ұлттық құрамасының бапкерінің есімін жариялайды. Енді көптеген ақпарат шығып жатыр. Басында өтемақы болмайды деді, сосын болатын болды деді. Бірақ енді өзіңіз айтқандай, бұл жерде сол барлығы келісімшартқа сай әрбір тиын-тиынына шейін төленіп кететін болды, иә? Әрине, бұл келісім бар, ол контракт, оны контракт бұзылмайды, айтылған, сондықтан кәдімгі біз 21-ші ғасырда әрине. Барлығы болу заңды. Ал енді басқа ақпараттар шығып жатыр, енді мен соны айтпадым сіздерге, тек қана осы футбол федерациясына ресми шығарып, соған ғана сүйенген дұрыс, басқа оларға да тиым салып берудің ойлары, көзқарастары бар, әркімнің өзінің смартфоны, өзінің ғаламторы деген сияқты. Иә, сол үшін де біз енді бірден сізге хабарласып отқанымыз сол ғой. Өздеріңізден естейік, дәл осы халық бір алданбасын, нақты ақпаратқа сенсін дегендей. Әлеке, менде осы жерден бір сұрақ бар еді. Тағы да бір сұрақ бар екен, мұнда Дидар Есемовтен. Нұреке, ассалаумағалейкум. Менде мынандай сұрақ, қазір бір сөз арасында естіп қалдым да, келісім шарт енді бұзылып жатыр, жаңа юристтер қосылып жатыр ғой. Және осы жақын арада жаңа бапкердің есімін ресми түрде КФФ жариялайды деген. Сонда қазіргі таңда жаңа бапкердің есімі белгілі ғой, енді ол жай ғана жаңағы юристтердің жұмысы ғана қалды ма, сол үшін жарияламай отыр ма, әлі таңдау барысында ма? Негізі мен сіздерге айтып кетейін, енді бұл жерде мынандай жағдай, көпшілік бастапқыда айтады, кез келген футбол маманынан сұрасаң екі түрлі пікір болады жанкүйерден. Біріншісі отандық бапкер керек, оларға да мүмкіндік беру керек, ол да сондай ойын өрнегін көрсетіп береді, оларды өсірмегенде біз қай кезде өсіреміз. Екіншісі, бізге европалық жақсы есімі бар, тәжірибесі бар, ұлттық құраманы алға жетелейтін бапкер керек деген сияқты. Отандық бапкерге мүмкіндік беру керек, не европалық бапкермен келісу керек. Отандық бапкер жалпы бірінші кезекте Қазақстан азаматы, екінші кезекте ойыншылармен тіл табыса алатын, және бірден осы даму бағытын алға жылжымақ беретін, алдағы екі ойынға кемі дайын болатын оқу-жаттығу жиындарын дұрыс өткізетін бапкер. Жасырамайсың, ол жерде Әли Әлиев бар, Нұрдәулетов бар, Жұмасқалиев бар деп бәрі айтып жатыр ғой. Енді осы жұмаға дейін соның біреуі болуы мүмкін, иә. Болғанның өзінде немесе уақытша міндетін атқарушы біреуі тағайындалуы мүмкін. Немесе кәдімгі европалық бапкер, әрине мен әзірге мынау деп айта алмаймын, бірақ европалық бапкер кәдімгі тәжірибелі, бірақ аса бір қатты андай талғампаз деп айтсам пайдалану қаншалықты дұрыс болатынын білмеймін, бірақ енді жеңіліс тапса, жеңілісті өзінің тактикасынан көре білетін, өзінің ғана ақыл, басқалардың кінәні басқа жерден іздемейтін, және шын мәнінде біздің бағытымызға сай келетін бапкер болу керек. Әлі белгілі деп айта алмаймыз, Дидар. Бірақ бір-екі күннің төңірегінде дайын болып қалып, біз оны ресми жұма шығарамыз. Иә, өзіңіз де айтып жатсыз, жаңа көбісі айтып жатыр, Әли Әлиев болады дегенде, иә. Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, мүмкін уақытша дегендей. Мүмкін қазірде бір толыққанды бір шешімге келмей, қазақ өзіміздің жергілікті бапкерлерге уақытша мүмкіндік беріп, егер де нәтижелер шынымен де жақсы болып қалып жатса, әрі қарай толыққанды келісімшартқа отыру қаншалықты мүмкін бұл жерде? Ол да мүмкін, міндетін атқарушы деп алдағы екі ойын Уэльс пен Наурыз өтетін. Иә, Люксембург. Люксембург жиындарын жақсы өткізіп, және екі ойынды жетістікке жетсе, онда ол міндетін атқарушы емес, толыққанды бас бапкер болып қалуы мүмкін. Егер отандық бапкер, мысалы өзіңіз айтпақшы, Әли Әлиев сияқты бапкерлердің біреуі болып жатса, және енді дәл осы жерде бір кішігірім инсайт айтып өтейін, мысалы алдағы оқу-жаттығу жиындарында команда ертерек жиналып, сондай-ақ сол Уэльстің ауа райына, климатына лайықталған жерде болады. Яғни Шотландия, немесе Ирландия, Англия болуы мүмкін. Иә. Оқу-жаттығу жиындары, яғни бір білесіздер, Грецияда болатын ойында бізде оқу-жаттығысы Дубайда өтті. Түркменстанмен жолдастық кездесу өтті. Әрине бұл кішігірім өздеріңіз біліп отқан
ондай мен оны енді бағаламаймын, бірақ Грециямен ойынға нәтижеге әсерін тигізгені рас. Сондықтан сол қателіктерді қайталамау үшін Уэльстің ойын стиліне келетін командамен жолдастық кездесу, сондай-ақ сол климатқа лайықты жерде ойнау керек. Керемет. Нұреке, енді тағы да мынау өзіңіз айтып қалдыңыз, жанкүйерлердің де ойы жаңа осы Станислав Саламұлын жұмыстан босататын кезде өзінің өзіндік орны болды деп, қазіргі таңда көптеген осы отандастарымыз, біздің футбол сүйер қауым Адиев қайттан келсе екен деп жатыр. Жалпы келіссөздер жүргізілген ба, әлде бұл мәселені бұл өтті кетті, жақсы бір арақатынас болды, жақсы бір жұмыс болды, бірақ енді біз алға қарай жылжуымыз керекпіз, жаңа бір бапкер керек деген оймен мүлдем қарастырып жатсыздар ма, әлде қарастырмай жатсыздар ма? Қарастырып жатқан жоқ. Сіздің айтып жатқан сөзіңіз рас. Жаңа бапкер, жаңа есім, бұрын ұлттық құраманы баптамаған бапкер болуы мүмкін. Түсінікті. Дидар, сұрақ бар ма? Жоқ, сұрағы жоқ. Нұреке, жақсы, рахмет онда. Әрі қарай енді біз өзіміз Дидар екеуміз осы жерде отырып сіздің айтқан сөздеріңізден кейін кім болады екен, қалай болады екен, кім келсе қандай бір жаңалығымен келеді деген ойды халыққа жеткізейік. Дәл осындай Астанада болсаңыз да алтын уақытыңызды бөліп бізге шыққаныңызға көп рахмет. Алдағы уақытта енді жеке өзіңізбен отырып жақсы бір жеке подкаст жазу ойда бар, Құдай қаласа ол күндіге де жетеміз деген ойдамыз. Рахмет көп сізге. Рахмет сіздерге. Міндетті түрде кез келген уақытта хабарласыңыздар. Мен де өзім ақпарат саласының қызметкері, сондықтан кез келген осындай әріптестеріміздің сұрағына дер кезінде жауап беруге дайынбыз. Ешқандай сұхбаттан біз қашпаймыз, ашықпыз. Ресми осындай толыққанды ақпараттар беруге біз дайынбыз. Рахмет, Нұреке, жақсы. Тыңдап алдық. Жалпы көптеген көкейде тұрған сұрақтардың да жауабын алған сияқтымыз. Жанкүйерлердің де, өзіміздің де дегендей. Енді әңгімені тыңдасақ, әңгіменің барысына қараған кезде Әли Әлиевтің болып қалуы мүмкін сияқты. Мүмкін сияқты, Және басында бір толыққанды бапкер де болмайтын сияқты. Сол мен де бағана айтып отқаным ғой, сол бірнеше жаңағы енді инсайт демей-ақ қойын, енді бірнеше сол әңгімеден естіп қалдым, және бір адамнан емес, сол Әли Әлиев кәдімгідей тағайындалайын деп тұр деген ақпарат болды. Соны бүгін жариялаймыз ба, жарияламаймыз ба деген ғана сұрақ қалды деген әңгімелер болып жатты. Бірақ кейбіреулер Әлиевті әлі ресми түрде растаған жоқ, әлі толыққанды бір 100% шешім жоқ дегенде естідім. Көреміз. Мен шыны керек негізі осы отандық маман болғанына қуанам. Сол Әлиев болсын, немесе Нұрдәулетов болсын, әрине біз екі ойда болып қалуымыз мүмкін, олардың тәжірибесі жетпейді ғой, қалай ол ұлттық құрама ғой деген, ол жаққа бір тәжірибелі бапкер, бір жетістіктер бар бапкер керек дегендей. Бірақ жалпы қарасақ, енді әлемдік тенденция ғой, қазір жас бапкерлерге, жас мамандарға, осы заманауи тактиканы білетін, жалпы заманауи көзқарасы бар бапкерлерге кәдімгідей жол ашып отыр. Ол ағылшын премьер лигасында мысалы 32 жасар бапкер жұмыс істеп жүр, жастағы. Өзінің ойыншылары өзінен дөдеш. Сондықтан бұл жерде енді Әлиевті бір тәжірибесі жоқ бапкер деп айта алмаймыз. Бірнеше жыл жұмыс істеді, бірнеше клубты баптады. Әрине нәтиже беру үшін біз білеміз, Қазақстанда санаулы клубтар бар, ол жерде сенің енді ресурстарыңа байланысты сен чемпиондыққа таласа аласың. Ал сол енді кейбір өңірлердің клубтарында, сол Қызылжарда мысалы, немесе Қарағандыда жұмыс істегенде сен енді әрине бір чемпиондыққа таласа аласың деген пікір қате болатын шығар. Және Әли Әлиев те кезінде енді біздің ұлттық құраманың ойыншысы болды ғой. Қазақстандық, қазақ футболын толыққанды білет, жілігін шақ, майын ішкен, ойыншылардың менталитетін білет. Жастармен де жұмыс қалай сөйлесу керек, барлығын білет, және осы ақпаратта шығып жатты, U21-ге барып қалу мүмкін дегенде ше осы маусым аралық үзілісте. Бірақ Әли Әлиевтің
енді мен осы қазақ футбол туралы подкасттарда айтып жүретін едім, жалпы тұлға ретінде, маман ретінде мықты маман. Және сосын осы біздің салада жүрген әріптестерге өте күшті болады да, өйткені мен мысалы жақсы сөйлеседі. Иә, өте жақсы сөйлеседі және жақсы көреді кәдімгідей. Пресс-конференциясы минимум 15 минут болады оның. Және жалпы енді журналистерді жақсы көреді, өзі әрқашан бір андай кәдімгідей уважениемен бәріне тыңдап күтіп, андай кейбір бапкерлер болады, ой жоқ уақытым жоқ. Келеді тақ айтады, кетіп қалатындар болады. Бүкіл сұрағыңа жауап беріп тастайды. Иә, Алихан Алиевич ондай емес, ол күтеді. Мысалы бізде енді жұмыста сөйтіп бір сұхбат алып, пробкадан алып жатқандар, камера қойылады, свет қойылады, уақыт, оның бәріне күтеді, түсінеді. Соның бәріне түсінікпен қарайды, өзі және подкасттарға да барып жүрді, телевидениеға да, бірнеше спорт каналдарға, бізге Спорт Плюсқа да келген, кезінде мен Казспорт істеп жүргенде ол жаққа да келіп жүрді. Сол енді медиа жағынан біздің енді сол жалпы осы Қазақстан премьер-лигасында жұмыс істейтін мамандардың арасында ең бір сондай медиаға жақын кісі негізі. Және жаңағы әңгімемді жалғастыратын болсам, жалпы мынау Гвардиоланы да білеміз, бір фантазерлар ғой негізінде. Андай жақсы жағынан да өткен емес, өз ісімен сәл ауыратын кісілер. Жақсы жағынан, бұл жерде де дұрыс емес түсінбеңіздер, Али Алиевте де солай көрінеді. Айтқан сөздерінде де, мысалға ол шынымен сенеді. Қызылжарда мысалға ешкім сенген жоқ қой, Еврокубокта сонша жеткізетініне ше. Жеткізді, және біз премьер-лига аламыз деп те айтады. Мысалға осы біздің әріптестеріміздің сөйлесеңіз көбісі күлуі мүмкін, бірақ былай қарап тұрсақ, бірінші айналымда Қызылжар үнемі жақсы ойнайтын. Үнемі жақсы ойнайды, үнемі жоғары жақта болады. Сосын енді жаңағы өзің айтқандай ресурстардың байланысты, жазда көптеген трансферлер болады. Сосын бір жалақы төленбей қалады, бүйтіп. Иә, бір-екі ойыншылар ойнағысы келмейді, немесе кетіп қалады деген, сол үшін өзінің сол 6-7 орнына түседі. Жарайды дейік. Енді былай қарастырайық. Али Алиев ұлттық құраманың бас бапкері болды дейік. Станислав Саламович Черчесов соңғы ойындарда 4 қорғаушыға өткен болатын. Біз жаңағы қою керекпіз бұны деп, сен өзің бұған қарсы болдың. 3 қорғаушымен ойнап, керемет ойын өрнетіп жүрген Атлантаның да Гаспериниде сызбаларын айтқан болатын едің. Али Алиев келіп жатса, біз 4 қорғаушыда қаламыз ба, әлде 3 қорғаушыға өтіп, және біз қандай ойын күтеміз? Мысалға, Черчесов айтты, біз енді шабуылдаушы ойын көрсетеміз деді. Бірақ біз 6 ойында 1-1 гол соққан жоқпыз. 5 ұтылып, 1 тең ойнадық. Тіпті 0-15 ең сол Б лигасында болған командалардың араларында ең бір антирекорд болған не? Нәтиже тек қана сол Норвегия ұлттық құрамасымен 0-0 болған нәрсе. Бұл жақтан Али Алиев негізі сол Магомед Мұсаевич Адиевке ұқсас бапкер деп ойлаймын. Жалпы енді біздің қазақстандық мамандар, олар көбінесе біріншіден қорғанысқа көп мән береді ғой. Негізі Черчесовты да мен сондай бапкер деп ойлағам. Бұл жерде менің ойымша бір кішігірім популистік шешім болды да, және өз-өзінен бір жауапкершілікті алып тастау шешім болды. Мен соны түсінген кезде сол 3-ші ойыннан бастап айтып келе жатқан жігіттер, енді көбінесе менің пікіріме қарсы шыққандар көбісі былай айтады, енді бұл ұлттар лигасы ғой, көру керек, биту керек, біз өмір бақи жата береміз ба қорғанысқа. Мен де болдым оның ішінде. Иә, бірақ енді шабуылда да ештеңе көрсете алмасаң, хотя бы қорғаныста көрсет. Өйткені қорғанысты жасақтау оңайды, негізі енді оны бәрі біледі. База ғой, бір фундамент қойылғаннан кейін ары қарай, мысалы сол Адиев келген кезде содан бастады ғой, бірінші қорғанысты жасақтап алған, ары қарай уже жаңағы жеке шеберліктерін біздің кейбір ойыншыларда көрсетіп қалды. Жаңағы шабуыл шебінде мысалы бір ойында Асхат, бір ойында Бақтияр, бір ойында жаңағы Исламдар, Максимдер солар көрсеткен деген сияқты. Бұл жағынан мен ойлаймын, енді өте жауапкершілігі жоғары болатын, жаңағы енді біз статусын да білмейміз ғой. Мысалы жаңа Нұрсұлтан айтып отырды, келген бапкер кез келген енді қазақстандық болса, оған енді бір кішігірім испытательный срок болатын сияқты. Аздап бір аванспен. Иә, аздап аванспен. Кезінде мысалы Карповичті сол С лигасында қалған кезде Молдоваға қарсы ойындарда келді ғой. Сол сияқты мысалы кішкене бір жаңағы испытательный срокпен берген кезде, ол жерде мен ойламаймын, Алиев мысалы гипотетически Алиев болып қалса, бір 4-4-3 жүйесін қойып, шабуылда ойнап, ол енді қазіргі реалиямен түсіну керек. Біздің ұлттық құрама
кез келген еуропалық даже ортаңқол құрамаларға қарсы сол от себя ойнай алмайды. Оған физика жағынан, жалпы мастерство жағынан әлі кішкене деңгейіміз ондай емес. Және жаңа Нұрсұлтанға қойғанда енді сұрақты саған қоятын болсам, жалпы көп деген енді ақпарат осы бүгін оқып жатырмыз ғой, Адиев деп жатыр. Өзің қалай қарайсың? Мен өз ойымды бірден айта кететін болсам, Адиев бұл құрамадан өзінің барлығын жасады, және негізі соңғы ойындарында да осы сол Грекияға дейін Словенияға бірінші жеңілдік қой. Сол кезде бастаған болатын. Біз енді жастарды дайындау керекпіз. Бұл құрам өзінікін көрсетіп болды, максимумына жетті. Бұл құрам енді өзін басынан аттай алмайды дегендей. Және оның нәтижесін Грекияда көрдік, Афинада. 5-0 есебімен жеңілді, және де жаңағы Дубайда оқу жаттығу. Оның өзінің себептері бар ғой, басқа жаңағы айналасындағы бір атмосфера басқа болса, ол жерде жаңа Нұрсұлтан айтып кетіп отыр ғой, бірнеше қате болды. Мысалы, ұлттық құрама дайындығын Дубайда жасады, ал Грекияда мүлде басқа орай болды, салқын болды. Сондай, мысалы, неге Турцияда, Түркияға барып сол жерде істемеске деген сияқты сұрақтар туындады. Енді ол қате болды, оны бәріміз мойындаймыз, бірақ Магомед Адиев қазіргі таңда енді рекорд орнатып кеткен бапкер ғой. Ұлттық құраманың деңгейін біраз көтерген бапкер. Ұлттар лигасында да Б дивизионына шықтық. Мысалы, жаңа квалификацияда да іріктеуде кәдімгідей сондай нәтиже, соңғы турға дейін жаңағы таласта болдық. Сондықтан бұл жерде мынандай шешім болып тұр. Қазір енді Нұрсұлтан айтып отқандай, Марат Омаров қазіргі таңдағы Қазақстан футбол федерациясының президенті өзі таңдау жасайды ғой, енді басты шешім соныкі. Ол Адиевті не үшін қарастырмайды? Өйткені бұл өткен президенттің, өткен басшылықтың креатурасы болған. Сонда оны шақырса қазір, мысалы, солардың бір жұмысы жақсы болды деген бір жалғасы сияқты болып, соны бір мойындағандай болады. Бұл енді кішігірім сол әр салада өзінің бір политикасы бар ғой. Бұл жерде де сол бір политиканың бір түрі болып тұр ғой. Мысалы, енді кім Барменкулов жаңағы өз еркімен кетті, не істеді, бірақ соның өзіне енді құрдан құр кетіп жатқан емес қой, енді бірнеше жаңа себептер болғаннан кейін кетіп отыр. Сондықтан қазіргі жаңа басшылық ол сол кездегі болған нәрсені енді қайталанбас үшін сол үшін ғана Адиевті шақырмайды. Бірақ рационалды түрде, мысалы, қазір шақырса, енді ұлттық құраманы Магомед мысалы жақсы таниды, балалармен қарым-қатынасы жақсы болған. Негізі ол да бір опция болатын еді деп ойлаймын мен. Мысалы, сол баяғы басшылық қалса деймін да. Түсінікті. Енді Али Алиев туралы айттық, Магомед мысалы Адиев туралы айтып отырмыз осында. Енді мынандай сұрақ, Дидар, құрметті көрермендер, сіздерге де, егер де Қазақстан футбол федерациясының президенті келіп, Дидар, білемін, өте мықты экспертсің, сен маған топ 3 немесе 5 бапкерді жазып берші десе, көрермендер сізге де осы сұрақ арнады, комментарийге міндетті түрде жазыңыздар. Кімді айтар еді? Өте қиын ғой, бұл жерде енді бар осы бапкерлерден деп айтайық. Енді бұл жерде түсінікті ғой, Гвардиола демейміз ғой. Иә, сол қандай условия, мысалы? Условия бос бір жағынан, біреу жергілікті болсын, біреуі шетелдік болсын, және біреуі сенің жеке қалауың. Фантазия деп айтайық, жарайды. Фантазия деп айтайық па? Негізі бюджетке байланысты ғой, енді көбісі. Қазіргі таңда кімді Черчесовті шақырған кезде сол жаңа жалақысына көп әңгіме болды, пікір білдірді. 1,5 миллион евро деді, біреу миллион, біреу 800 мың, қандай қазір кетіп жатқан кезде де неше түрлі ақпараттар бар. 700 деп сондай неше түрлі ақпараттар болып жатыр. Бұл жерде енді біріншіден қанша бюджет бересіз деген сұрақ болады да. Сол әрине енді сол 1 миллионды берсін дейді. Жергілікті бапкер болса, мысалы, енді біз жаңа Алиев туралы көп айттық қой. Негізі бірнеше варианттар бар. Еске ең бірінші түсетін ол әрине соңғы жылдары тұрақты түрде бір нәтиже алып келетін бапкер, Астананың
бас бапкері Құдеке Григорий Бабаян. иә. Бірақ Григорий Бабаян негізі сол бір ұлттық құраманың тізгінін ұстай алатын бапкер емес деп ойлаймын. Өйткені оның жалпы тренерлік методикасы оған андай бейімделмеген да. Ол күнделікті жүру керек. Жаңағы өзінің штабы болу керек, бүйту керек, өте скрупулезный адам. Және қаншалықты ол ұлттық құрамаға қазір керек мен білмеймін. Сондықтан енді жергілікті бапкерлерден былай қарап шықсақ, енді таңдау көп емес қой негізі. Осы соңғы жылдары өзін көрсетіп қалған, естіп қалған бапкерлер болса, мен мысалы Қайрат Нұрдәулетов дейтін едім. Өйткені ол кезінде ұлттық құраманың капитаны болды. Жетісуда жұмысы болды, мысалы. Жастардың федерацияда да жұмыс істеген, жастар баптап, жастар ұлттық құрамасында, сондықтан балалармен де таныс. Және ұлттық құрама ойыншылардың алдында авторитеті бар. Ол бірінші, екіншіден жаңа қазақ тілінде, орыс тілінде де әйтеуір бәрімен жаңағы тіл табыса алады, сөйлесе алады, авторитеті жетеді. Негізі ұлттық құрамалар бапкеріне басты жаңағы несі, қасиеті тіл табысу және бір андай жинай білу, атмосфера жасау, кәдімгі бір мотиватор бапкер керек қой. Ол жағынан мен енді былай да Қайрат Нұрдәулетов былай кездескенде де әңгіме пікірде өте андай бір жақсы сезіммен қайтасың. Сондықтан ойлаймын сол ұстай алатын еді. Яғни қазақстандық бапкерден Қайрат Нұрдәулетов. Иә. Шетелдіктен кім дейді? Ал шетелдік бапкерлер бұл жағынан енді қиын. Неше түрлі, мысалы, неше түрлі варианттар бар ғой. Кезінде жұлдызды бапкер болған, қазір ешкімге керек емес болып қалған деген мысалы таңдау болуы мүмкін. Немесе қазір бір екінші Бундеслига немесе чемпионшипті істеп жүрген, аз ақша алатын. Оны іздеу керек бірақ. Сол ғой, ол қазір мен нақты бір андай жауап жоқ та. Мысалы, көбінесе сондай на излете болып жатқан бапкерлер, мысалы біз Түрік Суперлигасын жүргіземіз ғой, спорт плюсарының сол жерде. Мысалы қазір Сульшер жұмыссыз жүрді, қазір Сойқа келді, мысалы Бешикташқа, жаңағы Станимир Стоилов жүр, мысалы сол жерде дегендей. Сондай мүмкін тәжірибесі бар, өздері жоғары деңгейде жұмыс істеген, бірақ қазіргі таңда жұмыссыз жүрген сондай бір бапкерді іздеу керек пе деген ой болады. Немесе андай вариант бар да, прямо ол вау дейтін, бізге қазір бір федерацияға бір үлкен бір спонсор кеп, мысалы кезінде Ресей Федерациясында Абрамович сөйтіп ұлттық құрамаға топ бапкерлер шақырып келіп отырды ғой. Капелла, Хидинг, солардың жалақыларын төлеп, мысалы 10 миллион дей ма? Бере салам, базар жоқ, келсін, жұмыс істесін деген сияқты. Енді ондай бапкер келсе, міндетті түрде одан нәтиже күтесің. Осы туралы ақпарат пайда болды. Жалпы Қазақстан футбол федерациясының президенті ұлттық құраманың бапкер деппін ғой, демеуші ретінде дәл осы букмекерлік кеңселерді емес, банктарды тартамын дегенде сондай бір өзінің идеясын алдыға қойып жатыр екен. Ал букмекерлік кеңселер клубтармен жұмыс жасасын, бірақ ұлттық құрама ол бір банк дегендей. Мүмкін біз алдағы уақытта көп қой банктер, Халық банк болсын, Freedom, Каспий дегенде оның. Өйткені өзінің жаңағы баяғы жұмыс орнында солармен қарым-қатынаста болған бірнеше жаңа связьдар бар деген, керек кезінде мәжбүрлей алады да дегенде мәселе болып тұр ғой. Енді ол жерде мәжбүрлеу емес, енді мен ойлаймын, дружески попросить ету деген. Жоқ, ұлттық құраманың енді медиа жағынан, енді рейтинг жағынан мен ойлаймын, банктарға да бір андай пайдалы бір жоқ, негізінде былай қарап отырсақ, бұл керемет қалап қой. Мынау жалпы мен таң қаламын да, осы Астананың бұрынғы директорлерінің бірі Қайсар Бекеновпен де сөйлескен кезде айтамын да, неге бізде болашақ бір директорлердің бірі. Жоқ, қазір директоры еді, ұлттық құрамада болды. Енді қазір қайтып келеді ғой, сөздің ішіне қайтып келеді ғой ол. Ол түсінікті ғой барлығымызға. Мысалға бізде Эйр Астана бар. Бірақ біздің клубтар чартермен ұша алмайды, немесе ұлттық құрама Өзбекстан Airwayspен ұшады. Оны бәріміз білеміз. Келісім шартқа отырып, бір қандай да бір жейдесіне жазып қойса, ақша алма, бірақ чартер керек кезінде олар саған бір
60% скидкамен 70% скидкамен чартер беріп отырсын, апарып алып келетін деген. Себестоимостьпен, иә, жаңағы бензиннің ақшасы, жаңағы жұмыскерлердің ақшасын шығарып беріп отырса, енді андай қылып $400,000 дегендей емес та, мысалға солай сотрудничество жасаса да, біздің де жергілікті жаңағы банк болсын, сол бірақ ол көріп отырсыз ма, ол негізі үлкен жаңағы корпорацияларға қажет емес. Қажет емес қой, иә. Иә, ол үшін жаңағы федерацияның менеджерлері жұмыс істеу керек, өздері соларға ұсыныс жасап, бізге қараңыздар, мынандай біз қазіргі заманда бәрі бизнес модельге ғана сүйене отырып бір қимылдар жасайды ғой. Бізде мынандай план бар, маркетинг планы осындай, біз мынандай цифрлар алып келеміз, мынандай сендерге клиентский база болады дегенде, біздің жаңағы аудиториямыз осындай деген. Сондай жұмыстар істесе, әрине, мен ойлаймын, енді ұлттық құраманың ойындарын соңғы жылдары әсіресе енді Қазақстанда 10-15 мың адам стадионда көріп жүр. Стадионның өзінде телеарналарда кәдімгідей көріп, біз оны подкасттардан да сезініп қалдық. Біздің де осы жұмыс жасап отқанымыздың себебі ұлттық құраманда бір несі бар ғой, көрермендердің беті бұрылды. Не болады дегендей жалпы хайп болып жатты. Оның бас себебі әрине нәтиже, жаңағы бір үміт пайда болғаннан кейін, не болғаннан кейін. Сондықтан мен ойлаймын, енді осы жаңа басшылық келді, жаңағы өзі енді жас маман деген бір қате шығар, жалпы орта жас, заманауи басшы болып отыр. Жаңағы қасында енді кеңесшілер де өзіміз жақсы танимыз, Нұрсұлтанды, ол да өте креативті, жаңа білімді жігіт. Сол жақтан енді бізден көп болмаса кем емес дегендей білімі. Сондықтан кәдімгідей ол жерде ондай ұсыныстар болады деп ойлаймын. Сондықтан, біз ақырындап жаңағы бапкерлердің маркетингке кетіп қалдық қой. Үшінші енді фантазияны айтайық. Фантазия, мен бар ғой, осы бір Жозе Мауриньо секілді бапкерді шақырасам. Енді осы жерден түсініп отырдың, сенің бір осындай бапкерді айтатынды. Мынандай сұрақ туындайды тағы да. Черчесов, Мауриньо, кім бар тағы да? Осындай үлкен жастағы деп айтайықшы. Яғни бұрынғы футболды түсінетін, жілігін шағып майын ішкен бапкер біздің қазақ футболына онсыз да бұрынғы футбол стилін ойнайтын керек па? Әлде Хинчельвуд сияқты, Де Зерби сияқты жас, бүкіл мынау оған бір уақыт берсе, бүкіл Қазақстан футболындағы футбол ұғымын өзгертіп, дәл осы мысалға мен Челси футбол клубымен аналогия жасаймын ғой, қатты зерттегеннен кейін. Челси футбол клубының бас бапкері қандай принцип ұстайды, қандай жүйемен ойнайды, бүкіл молодежка сондаймен ойнайды. Сол сияқты да біздің ұлттық құрамаға сол дүниені алып келсек, мысалға жас біреу келеді, мысалға ол алады да 3-1-4-2 дегенмен ойнағысы келеді мысалға. Бүкіл жастар солай ойнайтын болса, ол бәрі тупиковый нәрсе деп ойлаймын. Оған ұзақ уақыт керек. Оған өте ұзақ уақыт керек. Оған қазіргі заманда енді бір 10 жыл істейтін бапкерді сен шақырамайсың. Тем более жаңағы шетелден келген бапкерлер 10 жыл Қазақстанда ешкім тұрып бермейді. Жоқ, бір екі отборочный циклға шақыратын, бір нәтиже алып бере алатын тәжірибесі мол бір бапкер керек деп ойлаймын. Сондай бір енді біздің арманымыз ғой. Неге Жозе Мауриньоның есімі бірден түсіп отыр? Өйткені ол жалпы 21-ші ғасырда сол мотиватор бапкерлердің арасында ең үздігі. Ал ұлттық құрамаларға сондай мотиватор бапкерлер керек. Мен ойлаймын, ол жерге бір тактический гиктар, жаңағы уақыт та жоқ қой. Уақыт жоқ. Сосын сен жаңағы ұлттық құрамаларының системасын жасақтаймын дейсің да, менің ойымша ол бір тупиковый нәрсе. Өйткені футболшылардың дамып өсіп келатқан жері ол клубтар болуы керек. Ол клубтарда базар жоқ сондай система жаса. Мысалы, Қайрат кезінде сол Лейпцигтің несін копировать етеміз деді, не істеді. Сондай академия болса, сенде сол жерде бірінші командадан бастап соңғы бір U7, U11 бәрі сол жүйеде ойнайды. Сол жүйеде бірден ойнап келе жатса, бір философияны ұстанса, ол керемет болады. Соның арасында шыққан талантты ойыншылар сосын ұлттық құрамаға шақырылсын. Мысалы, Ордабасыда мысалы сол бір испанский модель болса деп. Менің арманым кезінде де бір 5 жыл бұрын
подкаст түсіріп жатқан сондайды айтқанмын мен. Негізі осы оңтүстік өңірде сол Еуропаның оңтүстік жаңағы топ мемлекеттер болды, енді футбол жағынан топ мемлекет, солардың философиясын ұстасақ, ал солтүстікте мысалы енді қазіргі таңда сол Норвегия жасаған, Дания жасаған, солар жасаған опытты біз соны көріп, өйткені жаңағы жалпы инфраструктура жағынан соны тура қайталап жіберсе болады да негізі. Шығыс сол Сербия дейсің ғой. Иә. Бойы ұзын жігіттер, Кастеломдар ма? Сөйтіп мысалы бөліп алса болады ғой. Мысалы Ордабасыда мынандай испанский жаңа неге кетіп, сондай бір техника жағынан паспен көп не істейді мысалы. Алматыда болса сол немістер немесе сол Нидерланд, Италияда бар мысалы. Иә. Сондай бір нелерді бөліп алсақ, ары қарай сол күшті ғой. Сонда біздің жалпы чемпионатымызда де сондай шайқастар болады. Шайқас болады және әр өңірдің өзіндік бір стилі болады, иә? Стилі болады. Ол негізі андай не түрде де бар ғой, мысалы естественный түрде бар да, мысалы Тараздың футболшылары неге андай техникасы жоғары деп саналады, мысалы өйткені Тараздағы сен 365 күн бар, оның 320-сында сен күн тұрады, сен далаға шығып доп тебе аласың да, мысалы Тараз, Шымкент жақта сондай. Ал шығыста мысалы жаңа физикалық тұрғыда мықты жігіттер өскен, бізде сондай нәрселер. Сен мынау неге салып отырсың ғой, бізде жалпы айтыста да осындай бар ғой. Мақым деп па солай айтады. Әр өңірдің өзінің не қылады. Батыста ол басқаша айтыс, неяқта басқаша жыр айту дегендей, сол сияқты футболды сол аналогияға қазақи менталитетке келетіндей қылып. Ол еще естественный болады да, а ол сондай әртүрлі разнообразиемен сол біріксе ұлттық құрамада, ол представь қандай керемет не болады. Әрқайсының және стильде бірден ұлттық құрамада білініп отырады. Түсінікті. Айтылған мәселе қандай да бар ма тағы айтылатын? Енді айтылатын мәселе білмеймін, басты мәселе сол ұлттық құрамаға жаңа бапкер күтеміз және оған сәттілік тілейік. Осы жұмаға қарай деді, көптеген ақпарат құралдарында Нұрекең өзі айтты, жаңа жұмаға қарай белгілі болып қалады, мүмкін оған дейін де шығар дегендей. Бірақ енді біз 90% осы біздің жергілікті бапкер болады деп ойлаймыз ғой, иә? Солай болып тұрған сияқты, және сіздер де сезіп отқан сияқтысыздар солай болатынын. Құрметті көрермен, не болса да көрейік, біздің тарапымыздан үнемі қолдау, бастысы сәлеміміз дұрыс басталса, енді Али Алиев болса ол жақтан ешқандай қиындық болмайтын білеміз, себебі барлығын біледі, түсінеді, менталистің барлығын біледі дегендей. Және де жұмысына сәттілік тілейміз. Шынымен де осы Уэльске ертерек барып, сол Шотландия болсын, Ирландия болсын, ерте барып ойнап, ол жерде сол бір клубпен болсын ойнап, соның барлығын жасап жатса, әрине ол біздің ойыншыларға да керемет өзінің әсерін тигізу керек, себебі біз білеміз, Британ аралдарында жалпы үнемі жаңбыр жауып тұратын, ауа райының да бөлек екенін, бізде ол кезде наурызға қарай күн жылып, енді көктем болып жатады. Бірнеше мәселе бар ғой, андай оларда сезон енді аяқталып келе жатады, олар қызуғанды сезон не істеп, біздікілер енді жаңағы бастап келе жатыр, сол үшін ондай бір оқу жаттығу жиыны көмектеседі деп ойлаймын. Және де жақсы бастау керек, сол ғой, қалай бастайсың, ары қарай солай жалғасын табады. Мынандай мәселе болып кетпей ма, Дидар? Сбордан кейін сбор деген қиын болып қалмай ма? Қазір барлығы сборда жүр ғой. Клубтармен ғой. Клубтармен, түсінікті. Батёка, Абат, Әліп, Рамазан, Самородовтардан басқасы, Самородов сборда жүр бірақ қазір. Ол да Түркияда. Басқасын бәрі ойнап жүр. Сбордан келіп қайттан сборға кеткен олар үшін сәл ауыр болып кетпей ма тағы да? Білмеймін, сол Грекиямен болған жағдай қайттан болып кетеді деген сияқты. Ол жағынан енді жаңағы әр ойыншының қандай циклда сол жағынан, ол біріншіден сол клубтағы бапкерлермен жақсы қарым-қатынаста болу керек, ұлттық құрама бапкері соның бәрін біліп, не істеп, кімге қандай нагрузка беру керек, қандай қазіргі таңда жаңа бабында сол бүкіл данныйларды алып, түсінікті. Дидар, олай болса соңына да келіп қалған сияқтымыз, біраз әңгіме айттық, не болса да жаңа келген бапкерімізге сәттілік тілейміз, ұлттық құрамамыздың еңсесін жалпы көтере берсін, жеңістерге жете берсін. Біз қуанып осылай жиналып, бір-бірімізге қарап күліп, екеуміз ұрыспай, таласпай, біреуді жақтап, бір ауыздан қолдап, кәдімгідей рахат болып отырсақ, көрермендерге де әрине ол арқасының кеңінен жайып отыратын жағдай болады.
Құрметті көрермен, осымен де біздің подкастымыз өз соңына жетті. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Дидар Есемов, Спорт плюс Қазақстан телеарнасының жүргізушісі, және де мен Әлімжан Тасболатұлы, дәл осы Әлем Лайф YouTube арнасының жүргізушісі. Біздің арнамызға тіркеліңіздер. Арнаңа да сәттілік. Иә, рахмет көп. Тіркеліңіздер, міндетті түрде лайк басыңыздар, міндетті түрде қолдаңыздар. Дәл осылай енді бүгін ақпарат пайда болғаннан кейін бірден Дидар екеуміз жиналып, барынша ертерек шығаруға тырысатын боламыз. Соңына шейін көргендеріңізге рахмет, және ұлттық құрамамызға тек қана сәттілік тілейміз.